Мына чапанымды қаншадан қып берсем болар қалқым. Міне, көрдіңіздер ма? Мына әдемілігін. Өненгөй мына менің қолыма қараңыздар, мына қан толықтау жауһары, бетіңізге тақ түскен, шашыңыз тоқтамай түсіп жатқан әйелдердің осы қан аздықтан болған қол аяғыңыз мұздап, рухсыз, соғысқыш, теркек, ашушаң бәріне пайда қылады. Ерекше, анау. Өненгөй мына менің қалқам сіздерге мына Жауян Дәмбай тай деп таныстырып жатырмын. Мына су қайда берік су. Осыны 65-ке 3 құтығы 3000 талай мынау әжімге қарсы беттеріңізді чыңайтатын. Сіз әзірден бастап кішкене кезіңізден жей берсеңіз, кейін бара-бара бетіңізге өкіл салдырмайсыз, қалқым. Бетімнің әжімі түсті деп алаңдамайсыз. Өткен мынау бетіңізде леуші болған Жауян Дәмбайды әке сізге толықтап беріп, беттеріңізді чыңайтып береді. Мына чапандарымды 99-дан қалқым. Мынаның және қарасы бар ғой, мен айтпасам да білесіздер, мынаның қарасынан. Бұны 85-90 кілі дүзгілі кебіресіздер, міне ерекше әдемі шыққан чапан мынау. Міне көрдіңіздер ма? Міне қиын жарасымды шыққан. Мына менің өненгөйінгі және бір нәрсе мына вейшің су бизу. Чаш тез ағарған. Әзірден бастап балаларыңызға жегізсеңіздер, баланың чаш ағармайды, шаш тез түспейді, ашуланғыш болмайды, семірсе басқа жер семірмей, көзіңіз алақандай, қарныңыз қапақтай болып кетпейсіз, қарын семірмейді. Вейшің су бизу 55-ке 3 құты. Гайым. Мына гай деген қалқым қалай айтсам, гай кемчіл болады екен сіздегі сол чаш түсумен, мына сүйек-сүйектің арасының босаңсып, ревматизм негізі гай кемчілдіктен келіп шығады ғой. Сүйек-сүйегіңіз қақсап ауырған, осының бәрі. Өнен мына гай кемчілдіктен адамдар рухсыз, кайфиятыңыз көтерілмейді. Осының бәрі гаймен қатысты қалқым, буын-буынның аралығы. Соған мына гай дәрілерін, мендегі барлық нәрселерді алып жеуіңділеріңізді тәусия қыламын. Мынаның қарасы да ерекше, әзір ағым қайтадан бір күйіп берейін, қалқым, міне көрдіңіздер ма? Бұны мен былтыр сатып үлгіртамаған пасан ғой, мынау, міне. Әзір қарасын киіп берейін десем, үлгірамай қалады екен де жауап беруге, соған көрсетпедім де қойсам.